Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге үй жағдайында донор жасаудың рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді әрі сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де видеоны өткізбей мұқият соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен бізге тауықтың төс еті қажет болады. Міне осындай. Мен бұл жерде көп мөлшерде жасаймын, яғни 5 үлкен донор жасайтын боламын. Маған 400 грамм тауықтың төс еті қажет болады. Видеодағыдай ұзыншалап, жіңішкелеу етіп, соломка тәріздес турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа саламыз. Енді маринадтау үшін дәмдеуіштерімізді қосамыз. Ол үшін грильге арналған приправа. Бұл жерде 1 шай қасық көлемінде қостым, паприка қостым 1 шай қасық көлемінде, және де аздап тұз саламыз. Енді үстіне кәдімгі сұйық май құямыз, араластырамыз, және де 3 тісше сарымсақ қосамыз. Сарымсақ жақсы дәм береді. Осыны ұсақтап турап салсаңыздар болады, немесе үкіш болса содан өткізіп салсаңыздар болады. Енді барлығын толықтай араластырамыз, және де бетін жауып, холодильникке жарты сағат көлеміне қойып қоямыз. Енді ішіне салатын салмаларын дайындаймыз. Ол үшін бізге қияр, қызанақ керек болады. Сыртқы қабықтарын барлығын жақсылап жуып алыңыздар, және де видеодағыдай міне соломкасын жіңішке етіп осылай турап дайындап қоямыз. Қызанақты да дәл солай, керек емес осындай дөңгелек бөлігін алып тастаңыздар, және де оны да соломка етіп турап дайындап бөлек-бөлек ыдысқа бәрін салып қоясыздар. Енді фриді қуыратын боламыз. Бұл жерде менде дайын фри, кәдімгі картошканы ашып салуға да болады. Майымызды қыздырып, осы фридің барлығын жаңағыдай жарты бөлігін қуырып алдым. Қызып тұрған майда толықтай қызарғанша осылай қуырып аласыздар. Барлығын бөлек ыдысқа дайындаймыз. Соусы үшін майонез және де кетчупты қолдандым, және бізге сәбіз салат қажет болады. Сәбіз салат өз қалауыңыз бойынша, және жұқпа нан, яғни лаваш керек болады. Біздің жаңағы фриміз қуырылып пісіп дайын болды. Енді сүзіп алып, бөлек ыдысқа оны да дайындап қоямыз. Жарты сағат өткеннен соң жаңағы маринады сіңген тауықтың еті осыны қазір пісіріп алатын боламыз. Табамызға аздаған ғана сұйық май құясыздар. Содан соң осы тауықтың етін салып, жақсылап араластыра отырып қуырып аласыздар. 20 минуттай қуырсаңыздар, яғни оттың астын орташа көлемге қойыңыздар. Суы тартылып, толықтай жаңағы тауықтың еті пісетін болады. Кішкене қызартып пісіретін болсаңыздар, дәмдірек болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай пісіп шықты. Келесі кезекте жаңағы донерімізді, яғни жинайтын боламыз. Соусын екеуін бірге араластырдым осылай, майонез бен кетчупты, және де қасықтың көмегімен бірінші осылай жағып аламыз. Соусты дәл ортасына емес, енді кішкене шетіне қарай жаға беріңіздер, сол дұрыстау болады, яғни шетінен бастап орайтын боламыз. Жаңағы турап алған піскен тауық етін, және де қызанақ, қияр, сәбіз салатымызды, фримізді салып, және де үстінен тағы да соусымызды салып, толықтай орайтын боламыз. Барлығын орайсыздар, және де қыздырып алу үшін мен жаңағы осындай донер істейтін сковородкада істедім. Егер ондай жоқ болса, кәдімгі жаңағы май қуырған сковородка бар ғой, соған екі жағын қызартып, жаңағыдай алмастырып жасап алсаңыздар болады. Мен осындайды пайдаландым. Бұндай жоқ болса, кәдімгі сковородкаға салып, екі жағын қызартып дайындап алсаңыздар болады. Осымен біздің донеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларыңызға, отбасыңызға ұнайды деген ойдамын. Арасында 1-2 айда бір осылай жасап берсеңіздер болады. Рецепт ұнаса, төменге комментарийге өз пікіріңізді жаза кетіңіз, және де төменгі жақта поделиться деген бөлім тұр. Соны басып, WhatsApp желісінде чаттарға, группаларға бөлісіп қойыңызды сұраймын. Егер де каналға тіркелмеген жаңа оқырман болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Көптеген рецепттерді, ыстық тағамдардың, салаттардың, пирогтардың рецептін каналымнан көре аласыздар. Алдағы уақытта да ауызашарға арналған рецепттерді жоғалтып алмау үшін, тәтті тағамдар жасау үшін каналымнан алыстамай тіркеліп алыңыздар.